Сәлем достар, бүгін сіздермен тарының емдік қасиеті бар сусынмен бөлісемін. Оған 200 грамм шикі тарыны алып, оны жақсылап жуамыз. Мен 2 рет жуып алдым. Өйткені тарының шаңы және басқа нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан оны жақсылап жуып алдым. Серотонин ол қартаюға қарсы күреседі. Кетахин ол ағзадағы ауыр металдарды, химияны сыртқа шығарады. Коллаген болса ол терінің қартаюына қарсы күреседі, терінің жұмсақ, ылғалды болуын реттейді, шаштың түсуіне көмектеседі. Фосфор, кремний ол тістегі сүйектің қатуына көмектеседі. Витамин В6 ол нерв жүйесін қалыпқа келтіреді, жүректің жұмысын жақсартады, еске сақтау қабілетін жақсартады. Тары және де ісікті кетіреді. Бүйректің ішіндегі құм шлактарды сыртқа шығарады, ішектің қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі, циститті емдейді. Міне банкеге тарымыз салып алдық. Енді оның үстіне 60-70 градустағы қайнаған суды құямыз. Суымыз фильтрден өткізілген су болу керек, немесе ол суды тұндырып қою керек. Банкамыздың крышкасын жауып, оны қараңғы жерге қоюымыз керек 6 сағатқа. Мен енді қараңғы болу үшін фольга қағазына орап 6 сағат қойдым. Міне 6 сағат болды. Енді банкымызды ашамыз. Міне осындай мөлдір сусынымыз пайда болды. Енді оны ағаш қасықпен араластырып, сөйтіп күн бойына ішіп отыруымыз керек. Тамақтан 30 минут бұрын кешкі 6-ға дейінгі аралықта ішу керек. Бұл рецепті өздеріңіз үйде жасап қолдансаңыз болады. Өте пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, подписация етіп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздерге ем болсын.